Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Біз бүгін Госреестрден арзан машиналарды, яғни ремонт талап ететін машиналарды қараймыз. Ол үшін Госреестр сайтынан кіреміз және электронный торговый площадь таңдаймыз. Тип объектке машина и оборудование и транспорт таңдаймыз. Прием заявок. Қазір актуальныйлар шығады, қабылдайтындар. Бізде 21 бет, вообще Қазақстан бойынша бұл. Мысалға Lexus аукцион на понижение сен осы бағадан төмен қарай минимум 4 миллионға дейін түседі екен. Машинаның суреттері. Машинаның жағдайы жақсы екен. Стартовый 12 миллион 600, минимальный 4 миллион 200 мың, гарантийный өзнес 6 миллион 630 мың қойылады. Мына жерде тағы данныйлар тұр. Ремонт қажет етпейді дейді. Арест. Енді тағы да басқаларын қарастырамыз. Салған Нева. Олар бірден шаршаған сияқты. Дамы қалмады. Минимальный 414 мың дейді. Осы бағадан төмен қарай түседі ғой аукцион. Полицейский машина өте көп екен. Мынандай нелерде бар ма? Техникалар 50% табысты бөлісіп отырады деген сияқты. Аренда аласыз. Техниканың жағдайы. Мына жерде жазып қояды барлық заттарын. Елу процент табыстан. Сварочный аппарат 16 мың теңге дейді. Бұл 16 мыңнан басталады екен. Банкрот болған мекеменің заттары. Хова. $1 миллион 237 мыңнан стартовый, минимальный $1 миллион 210 мың дейді. Бұл да банкрот болған мекеменің заты. Осы сондай.